Қайырлы кеш, құрметті WordPress курсының қатысушылары. Біз кезекті сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін 5-ші сабақ веб қосымшаны серверге жүктеу. Жалпы біз сіздермен өткен сабақтарда осы өзіміздің сайтымызды құрып, және де сол сайтымызбен контент толтырып, және де кішкене жұмыс жасаған болатынбыз. Ал енді осы сабақта біз сіздермен құрған сайтымызды серверге жүктейтін боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен домен және хостинг қажет болады. Сіз домен мен хостингті кез келген хостинг провайдерлардан сатып ала аласыз. Ал енді осы домен мен хостинг не үшін қажет дегенге келетін болсақ, жалпы домен бұл біздің осы сайтқа, яғни сайттың адресі, интернет адресі болып табылады. Ал хостинг сол біздің сайтты интернетте көрсету үшін қажет болады. Жалпы енді практикаға көшейік. Ол үшін біз сіздермен Chrome браузерін ашамыз. Міне бұл біздің сайт. Осы сайтты біз сіздермен құрған болатынбыз. Ал енді консольге қарай өтетін болсақ, ол үшін өзіміздің админ аккаунтқа кіреміз. Және де мына жерде консоль дегенге өтеміз. Жалпы сайтты хостингке жүктеместен бұрын біз сіздермен осы сайттың есімін өзгертіп жіберсек, ол үшін внешний вид настроить батырмасына өтетін боламыз. Бізде қазіргі кезде сайттың есімі Audi деп беріліп тұр. Бұны өзгерту үшін біз заголовок батырмасын басамыз, свойства батырмасына өтеміз. Одан кейін мына жерде кез келген бір есім берсек болады. Shop, кезет деп па. Одан кейін бар описание өзгертетін болсаңыздар, мына жерде мысалы кез келген бір описание жазсаңыздар болады. Бұған мысалы былай жазсақ болады. Бізбен бірге үнемде. Немесе кез келген бір описание жазуға болады. Одан кейін бар түс өзгертетін болсаңыздар, мысалы кез келген бір түсті таңдауға болады мына жерде. Ал келесі опубликовать батырмасын басамыз. Жалпы біздің сайт өзгерді, бірақ алайда сайттың ең астына өтетін болсаңыздар, мына жерде сайттың, яғни осы copyright тексті осы шаблонның есімінде тұр. Бұны өзгерту үшін біз мына батырманы басып шығамыз. Одан кейін барып, біз мына жерде внешний вид, редактор тем деген батырманы басамыз. Және де я понимаю деп, яғни келісімімізді береміз. Және де бұдан кейін мына жерде подвал деген тұрады. footer.php деген. Осы файлға қарай өтеміз. Және де мына жерде кішкене үлкейтетін болсақ, сіздерге көрінбеуі мүмкін. Мына жерде біздің осы copyright текст белгіленген. Ал бұл жерде бұны өзгерту үшін біз мына жерде php деген осы файлды көріп отырсыздар. Сіздер егер бұл шаблонды алмасаңыздар, өздеріңіздің шаблондарыңыз болса, яғни ұқсамайтын болса, әр шаблонда негізі бұл файл әртүрлі болып келеді. Сол себепте мына жерде мұқият көріп алыңыздар. Бұл жерде сіздер өздеріңіз шаблондарыңызда міндетті түрде осындай бір файл болу керек. php деген, яғни осындай сызықшамен ашылатын және де жабылатын php деген файлды біз өшіріп тастаймыз. Өшіріп, мына жерге өзіміздің copyright тексті жазатын боламыз. Мысалы, 2020 барлық құқық қорғалған. Және де бұның астында тағы да бір осындай php файлы көріп тұрмыз. Бұл файл бізге қажет емес. Бұл файлды біз өшіріп тастасақ болады. Сол себепте өшіріп тастай салайық. Бұдан кейін міндетті түрде обновить файл батырмасын басамыз, әйтпесе біздің өзгерістер сақталмайтын болады. Ал енді келесі сайтқа қарай өтетін болсақ, жаңа вкладкіден localhost test.ru деп ашатын боламыз. Мына жерде біздің сайттың есімі shop.kz деп өзгерді. Ал одан кейін барып астына қарай өтетін болсақ, мына біздің осы copyright текст барлық құқық қорғалған деп өзгертілді. Ал енді осы серверге ауысумен айналысатын болсақ, ол үшін бізге ең алдымен хостинг провайдер қажет. Мен мына бір хостинг провайдерді қолданамын, ps.kz деген сайтқа өтеміз. Бұл Қазақстандағы нөмір 1-ші хостинг провайдер. Сайт ашылды. Енді келесі кезекте сіздер ең алдымен осы хостинг провайдерға тіркелулеріңіз қажет, яғни регистрация батырмасын басасыздар. Одан кейін барып Google аккаунттарыңыз арқылы тіркелсеңіздер болады. Немесе осы сайтқа
өздеріңіздің тікелей аккаунттарыңызды құруларыңызға болады. Тіркелу страницасы ашылды. Бұл жерде сіздер физический лицо дегенді таңдайсыздар. Одан кейін барып, мына жерде егер Қазақстан Республикасының азаматы болсаңыздар, осыны таңдайсыздар, немесе астын таңдайсыздар. Одан кейін барып, мына жерде продолжить батырмасын басасыздар. Одан кейін барып, осы өзіңіздің жеке мәліметтерді енгізетін боласыздар. Немесе егер де сізде Gmail аккаунт болса, сіз тікелей мына жерде Google батырмасын басу арқылы өзіңіздің Gmail аккаунт арқылы тіркелсеңіздер болады. Мен өз аккаунтыма кірдім. Енді келесі кезекте сіздер домен сатып алғыларыңыз келсе, мына жерде қандай домен сатып алғыларыңыз келеді, соның есімін бересіздер. Мысалы, кез келген бір доменнің есімін беріп, одан кейін барып проверить батырмасын бассаңыздар, мына жерде ашылған терезеде сіздерге бірнеше зонадағы домендерді ұсынатын болады. Олар мысалы .kz, com, ru секілді зоналар. Бұл жерде ең арзандарының бірі осы .ru зонасы. Бұл жалпы 1400 теңге тұрады. Ал егер сіздерге бұдан да арзаны керек болса, мынандай .сайт деген зона бар. Бұл осы хостингтің бағасы, осы доменнің бағасы небәрі 1000 теңге тұрады. Выбрать батырмасын басасыздар. Одан кейін барып, заказать батырмасын басу арқылы сіздер тапсырыс бере аласыздар. Ал енді келесі хостингке өтетін болсақ, мына жерге хостинг батырмасын басу арқылы мына жерде ең біріншісі виртуальный хостинг дегенді таңдайтын боламыз. Жалпы хостингтерге келетін болсақ, бұл жерде бірнеше тарифтер бар. Оның құны 200 теңгеден 1800 теңге аралығын құрайды. Бұл жерде бізге ең арзаны 200 теңгелік тариф негізі жеткіліксіз. Өйткені мына бір өзіміздің проектке өтетін болсақ, test.ru деген біздің проектіміздің жадысын қарайтын болсақ, бұл жерде 121 мегабайтты құрайды. Ал бізге 100 мегабайттан жоғары, яғни мына бір екінші тариф, құны 300 теңгелік тұратын тариф бізге негізі жеткілікті. Осы бір тарифті сіздер тапсырыс берулеріңіз қажет. Ол үшін заказать батырмасын басасыз. Мына бір ашылған терезе өздеріңіздің домендеріңізді көрсетесіздер. Одан кейін барып, мына жерде период оплаты деген жерде, яғни ай сайын төлесеңіздер, ай сайын немесе 3 ай сайын қанша уақыт бойынша төлейтіндеріңізді көрсетесіздер. Одан кейін барып, антивирус сіздерге керек болса, осыны қоссаңыздар болады, бірақ та бізге ешқандай да антивирустың қажеті жоқ. Одан кейін барып, продолжить батырмасын басу арқылы біз тапсырыс бере аламыз. Ал мен енді өзімнің хостингіме қарай өтетін болсам, бұл жерде ең алдымен панель управлениеге өту қажет. Және де осы арқылы войти батырмасын басамыз. Одан кейін бар, бұл біздің осы панель управление. Тағы бір айта кететін нәрсе, егер де сіздер осы домен мен хостингке тапсырыс берсеңіздер, сіздер міндетті түрде 4 сағат пен 24 сағат аралығында күтулеріңіз қажет. Өйткені сіздердің осы сайттарыңыз бірден интернетке таралмайды. Ол үшін кем дегенде 4 сағат және де 24 сағат аралығында сіздер міндетті түрде күтулеріңіз қажет. Ал енді келесі өзіміздің файлды жүктейік. Ол үшін файлы батырмасын басамыз. Бұл жерде біздің сайт міндетті түрде HTTP docs деген папканың ішінде болуы қажет. Әйтпесе біздің сайт қосылмайтын болады. Сол үшін HTTP docs папкасына өтеміз. Бұдан кейін мына бір жерде біз өзіміздің проектті test.ru проектісін zip файлға салуымыз қажет. Ол үшін добавить в архив батырмасын басамыз. Одан кейін барып zip дегенді таңдаймыз. Окей батырмасын басамыз. Біздің сайт архивке салынды. Енді келесі кезекте осы архивті біз аламыз да өзіміздің осы хостингке жүктейміз. Үшін осы жерге әкелеміз. Одан кейін барып загрузканы күтеміз. Біздің архив сәтті жүктелді. Енді келесі кезекте біз осы архивтің ішіндегі папканы сыртқа қарай шығаруымыз қажет. Ол үшін извлечь файлы батырмасын басамыз. Одан кейін мына жерде окей батырмасын басамыз. Енді келесі кезекте жаңа вкладка ашамын. Мен өзімнің доменімді жазамын. Және де слэш қоямын. Және де біздің проекттің есімі test.ru. Және де интер батырмасын басамын. Мына жерде бізге осындай бір қателік шығарды, яғни ошибка установки соединений с базы данных. Бұл жерде біз өткені мәліметтер қорын жүктемедік. Сол үшін де біз қайтадан өзіміздің сайтқа қарай өтеміз. Және де мына жерде біз localhost батырмасын басамыз. Ашылған жерге php myadmin батырмасына өтеміз.
бұл біздің мәліметтер қоры. Бұл жерден біз өзіміздің мәліметтер қорын экспортировать етуіміз қажет. Ол үшін біз өзіміздің мәліметтер қорына қарай өтеміз. Ол wp-test. Ашылған бетте экспорт батырмасын басамыз. Және де келесі кезекте вперед батырмасын басамыз. wp-test.sql файлы орнатылды. Енді келесі кезекте оны осы жерге әкелеміз. Енді келесі кезекте біз өзіміздің хостингке қарай өтеміз. Ол үшін test.kz сайтына қарай өтеміз. Және де база данных деген жерге осы батырманы басамыз. Қазіргі кезде менде бір мәліметтер қоры бар. Мен добавить базу данных батырмасын басамын. Және де ашылған жерге мен өзімнің мәліметтер қорын енгіземін. wp/test. Және де мына мәліметтер қоры, мысалы ByC1 мәліметтер қоры, бұл міндетті түрде префикс ретінде жүреді. Ал енді келесі кезекте мына жерде мен өзімнің доменімді таңдаймын. Астына қарай өтсек, имя пользователя база данных деген жерге, мысалы сіздер есімдеріңізді жазсаңыздар болады. Мен мысалы бұл жерге user деп жазайын, одан кейін барып біз құпия сөз орнатуымыз қажет. Оны мысалы мен өзім құпия сөзімді енгіземін. Подтверждение деген жерге қайталаймыз. Енді астына қарай окей батырмасын басамыз. Біздің мәліметтер қорымыз сақталды. Енді келесі кезекте wp-test бұл біздің мәліметтер қоры. php-my-admin батырмасын басамыз. Ашылған терезеге біз міндетті түрде импорт батырмасын басамыз. Және де бұл жерде выберите файл батырмасын басамыз. wp-test.sql батырмасын таңдаймын. Және де ең астына қарай өтетін кезде вперед батырмасы бар. Осы батырманы басамыз. Міне біздің мәліметтер қоры сәтті жүктелді. Яғни біз локалды серверден веб-хостингке қарай өзіміздің мәліметтер қорындағы бүкіл осы кестелерді жүктедік. Енді келесі кезекте біз осы мәліметтер қорына деген яғни директорияны біз өзіміздің сайтымызды көрсетуіміз қажет. Ол үшін өзіміздің сайтымызды ашамыз. test.kz-тің порталына қарай өтеміз. Және де файлы батырмасын басамыз. Бұл жерде test.ru деген файлға өтеміз. Және де ең астына қарай өтетін кезде wp-config.php файлы ашамыз. Бұл файлдан кішкене астына қарай түссеңіздер, міне бұл мәліметтер қорына деген қажетті ақпараттар. Осы ақпараттарды біз өзгертуіміз қажет. Енді келесі кезекте біз база данных деген батырманы жаңа вкладкаде ашатын боламыз. Ашылған бетте біз өзіміздің мәліметтер қорына, wp-test деген мәліметтер қорына информация для соединения батырмасын басамыз. Міне өзіміздің бұл хост, яғни біздің хостинг. Осына келіп, мына жерде хост деген жерге, яғни local host, біздің файл осы кезге дейін локалды хостингте орналасты, яғни өзіміздің компьютерде. Енді біз осыны хостингке жүктеу арқылы осы сілтемені көрсететін боламыз. Одан кейін барып, мына жерде имя база данных деген жерге осыны көшіріп аламыз. Бұл біздің мәліметтер қорының есімі. Енді бұл жерде біздің мәліметтер қорының есімі мына жерде wp-test болса, енді бұны префикспен көрсететін боламыз. Одан кейін барып, мына жерде имя пользователя, яғни қолданушының есімін көшіріп алып келеміз. Бұл жерге user деген жерге, имя пользователя деп тұрған жерге, мысалы root-тың орнына біз енді осыны көрсететін боламыз. Құпия сөз, өздеріңіз көрсеткен құпия сөзді бұл жерге енгізетін боласыздар. Міндетті түрде құпия сөздерді жаттап алыңыздар. Ұмытып қалсаңыздар, қайтадан доступ болмай қалуы ғажап емес. Кейін применить батырмасын басамыз. Енді өзіміздің сайтқа қарай өтеміз. Ctrl-R батырмасын басамыз, яғни сайтты обновить етеміз. Мына жерде біздің сайттың осы стилі қосылмай қалған. Бұны жөндеу үшін біз қайтадан өзіміздің мәліметтер қорына өтеміз. php-my-admin батырмасын басамыз. Және де ашылған жерде wp options батырмасын басамыз. Және де мына жерде local host деген, яғни біздің осы сайттың осы ссылкасы біздің локалды серверде тұр. Біз бұны өзіміздің хостингтің сілтемесін көрсететін боламыз. Ол үшін мына бір сілтемені көшіріп аламыз да мына жерге әкеліп қоятын боламыз. Дәл сондай осының астында тұрған, яғни астында тұрған записке де осы сілтемені қоятын боламыз. Бұдан кейін осы сайтта Ctrl-R батырмасын басу арқылы обновить етеміз. Біздің сайт сәтті жүктелді. Алайда осы
сайтта кез келген бір сілтемеге өтетін болсақ, біз осы веб-хостингтен өзіміздің хостингтағы сайттан локалды серверге қарай қайтадан өтетін боламыз. Бұны жөндеу үшін біз қайтадан өзіміздің сайтқа қарай өтейік. Және де ашылған сайттан консольге қарай өтетін боламыз. Ашылған терезеде настройки батырмасын басамыз, одан кейін барып постоянные ссылки батырмасын басамыз. Ашылған терезеде мына жерде пост деген жерден кез келген бір пост, яғни осы біздің жаңалықтың қалай сілтемесін көрінетінін өзгертуіміз қажет. Мысалы, название записи болса, сізде осы жаңалықтың тізімі бойынша сіздің мысалы жаңалықтың титулы сол жаңалықтың сілтемесі болып табылатын болады. Бұл жерде маңызды емес, әйтеуір бір кез келген біреуін өзгертсеңіз болғаны. Ал бұның басты себебі өйткені мәліметтер қорындағы барлық осы жаңалықтар, яғни барлық сілтемелердің тізімін, яғни осы біздің локалды серверден біздің доменге қарай ауыстыру болып табылады. Одан кейін барып сохранить изменения батырмасын басамыз. Ал енді келесі кезекте біз внешний вид батырмасынан настроить батырмасын басамыз. Бұл жерде астына қарай түссек, меню батырмасына қарай өтеміз. Ашылған жерде main дегенді таңдаймыз. Және де ашылған терезеде біз мына жерде localhost көрсетіп тұрғанын байқап отырмыз. Бұл жерде біз мысалы өзіміздің доменді көрсететін боламыз. Ол үшін біз мына жерде сілтемені жазайық. Немесе біз қысқаша слэш және де өзіміздің сайт қалай аталады, яғни соны көрсетсек болады. test.ru және де қайтадан слэш. Опубликовать батырмасын басамыз. Және де жаңадан вкладка ашамыз. Және де өзіміздің сілтеме бойынша өтеміз. Ал енді тексеріп көрейік. Басқа сілтемелерге өтеміз. Міне барлығы да сәтті қосылды. Енді басты бетке қарай өтіп көрейік. Міне басты бет ашылды. Барлығы да сәтті қосылды. Ал енді келесі бір настройкаға өтетін болса, ол осы тапсырыстарды қабылдау настройкасымен жұмыс жасаймыз. Ол үшін бізге почта қажет. Поштаны ашу үшін біз мысалы мына бір қажет емес сілтемелерді жаба салайық. Ал енді өзіміздің осы хостингке қарай почта батырмасын басамыз. Өзімізге жаңа почта құратын боламыз. Ол үшін біз мына жерде создать батырмасын басамыз. Және де ашылған терезеде біз өзімізге мысалы кез келген бір поштаны жазамыз, өзімізге құрастыра аламыз. Және де оның домені өзіміздің домен көрсетіліп тұратын болады. Одан кейін барып, мына жерде құпия сөз құрастырамыз өзімізге. Және де одан кейін барып окей батырмасын басу арқылы біз өзімізге почта құратын боламыз. Және де бұл жерде поштаға ешқандай да лимит жоқ. Сіз қанша почта құрғыңыз келеді, өз еркіңізде. Ал енді сол поштаның панель управлениесіне қарай өтетін болсақ, мына бір осы хабарлама иконкасына басамыз, бір рет шертеміз осы иконканы. Бұл жерде осы PSKZ платформасының осы хабарлама қабылдайтын платформасы ашылды. Бұл жерде біз өзіміздің жаңа ғана құрған почтамызға қарай войти батырмасын басу арқылы өтеміз. Ашылған терезеде біздің осы барлық хабарламалардың тізімі, яғни сіздерге тапсырыс берілген осы клиенттердің барлық хабарламалары, және де сіз мысалы басқа бір адамға жазғыңыз келсе, мына жерден кез келген бір осы почтаны көрсете аласыз. Жалғыз ол сіздің домен емес, сіз мысалы Gmail болсын, Mail.ru болсын, кез келген поштасы бар адамға жаза аласыз. Одан кейін барып, енді осы поштамен біздің сайтты бір-біріне байланыстырайық. Ол үшін біз өзіміздің сайтқа қарай өтетін боламыз. Ол үшін өзіміздің сайтты ашайық. Ашылған терезеде келесі WooCommerce настройкасына қарай өтеміз. Ашылған терезеде настройки батырмасын басамыз. Және де бұл жерде email деген, яғни осы поштаны настройкасымен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде біздің мысалы кім қабылдайды дейді. Яғни осы жерде біз мысалы өзіміздің поштамызды қазіргі кезде Gmail поштасы тұрса, біз мысалы өзіміздің жаңа ғана құрған поштаны көрсетсек болады. Мен мысалы өзімнің поштамды көрсетейін бұл жерде. Және осыны көшіріп аламыз. Сохранить изменения батырмасын басамыз. Дәл сондай қалған екеуіне де өзгертіп шығатын боламыз. Немесе өзгерткілеріңіз келмесе, өзіңіздің мысалы Gmail болсын, Mail.ru болсын, сол пошталарыңызды жазып қойсаңыздар болады. Енді осы тапсырысты тексеріп көрейік. Ол үшін мына жерде магазин батырмасын басамыз. Және де корзину деген батырманы басамыз. Келесі өзіміздің себепке қарай өтейік. Мына жерде біз мысалы
кез келген бір мысалы екеу емес үшеу деп өзгерте аламыз, обновить батырмасын басамыз. Ал өзіміздің яғни жеңілдік купоны пайдаланайық, коронавирус деген батырманы басамыз. Алайда біз 1 миллионнан артық сомаға сатып алыппыз. Сол себепті екеу деп өзгертейік. Енді купонды қолданайық. Купонның есімін жазуды ұмытып кеттім. Применить батырмасын басамыз. Міне купон сәтті қолданылды. Енді келесі кезекте мысалы біз тегін осы жеткізу тәсілін таңдайық. Одан кейін барып оформить заказ деген батырманы басамыз. Және астына қарай өтеміз, өзіміздің данныйларды көрсететін боламыз, мәліметтерді. Қазақстан, мысалы, қай көше, қай қала, қай облыс, және пошталық индекс, телефон нөмірімізді және де поштамызды көрсетеміз. Одан кейін барып ең астына, мысалы, қай кезде төлейтініміз, яғни мысалы, бірден банкке перевод жасайтын болсақ, мысалы, подтвердить заказ батырмасын басамыз. Және де бізге осы реквизиттер ашылатын болады. Яғни мына жерде Каспий банк, және де қандай банк, яғни Каспий Голд карточкасы арқылы, және де біз өзіміздің мысалы мына жерде счетымызды көріп отырмыз. Немесе бұл жерде картаның счетін енгізсеңіздер болады, 16 цифрдан тұрады. Және де осы жердің ең астына өткен кезде біздің осы тапсырыс по ожиданию, яғни біз осыны қашан төлеп қабылданды деп бастырманы бассақ, сол кезден бастап біздің осы тапсырыс қабылданатын болады. Ол үшін біз өзіміздің поштаға қарай өтейік. Мына жерде хабарламаның иконкасына бір рет басатын боламыз. Ал енді обновить ететін болсақ, біз ешқандай да хабарламаны көріп тұрған жоқпыз. Неге деген сұраққа келетін болсақ, бұл жерде біз бір нәрсені дұрыс жасаған жоқпыз. Ол үшін мына бір WooCommerce'ның настройкасына қарай өтетін болсақ, мына жерде email вкладкасына қарай өтесіздер. Және де ашылған бетте ең астына қарай түссеңіздер, адрес отправителя деген жерде, яғни менің өзімнің Gmail поштам жазылып тұр. Ал бұл жерде Gmail пошта болса, ол жіберілмейді. Өйткені осы бір поштаның соңы біздің доменіміз қандай? Мысалы, менің доменім байсейіт.ру, міндетті түрде сондай байсейіт.ру деп аяқталу қажет. Олай болмаса, ешқандай да жіберілмейді. Сіздердің мысалы домендеріңіз қандай болады? Міндетті түрде сонымен аяқталу қажет. Әйтпесе ешқандай да хабарлама жіберілмейтін болады. Мен енді өзімнің поштамды жазайын. Одан кейін барып, көріп отырғандарыңызды соны міндетті түрде байсейіт.ру деп аяқталу қажет. Домен қандай, соны да сондай болу қажет. Одан кейін барып, сохранить изменения батырмасын басамыз. Сәтті сақталды. Енді келесі кезекте біз жаңа тапсырыс берейік. Ол үшін в корзину батырмасын басамыз. Және просмотр корзины батырмасын басамыз. Келесі батырмаға басамыз. Подтвердить заказ деген батырманы басамыз. Тапсырыс қабылданды деп хабарлама келді. Енді келесі кезекте өзіміздің поштамызды тексерейік. Мына бір иконканы басамыз. Енді поштамызға қарай өтсек, мына жерде біз хабарламаны байқап отырмыз. Енді осы хабарламаны ашамыз. Ең астына қарай өтсеңіздер, міне жаңа заказы, яғни жаңа тапсырыс келді деп біздің поштамызға келді. Ол тапсырысты кім жіберді, және де қай поштамен жіберді, өзінің номерін жазған, және де қай адрес бойынша келіп тастасын деген барлық мәліметтерді осында біз көріп отырмыз. Ал енді өзіміздің тапсырыс берген аккаунтқа кіретін болсақ, мына бір хабарламаны жаба саламыз. Мен өзімнің мысалы осы Gmail поштама кіремін. Құпия сөзімді енгіземін. Енді мен өзімнің поштамды ашсам, мына жерде ең бірінші хабарламада міне рахмет тапсырыс бергеніңізге деген осы хабарлама келді. Тапсырысты мен осы жерден осындай яғни реквизиттер бойынша төлеуді, яғни сұрап отырған осындай бір хабарламаны байқап отырмыз. Мына жерде қандай тапсырыс бердік. Одан кейін барып біз өзіміздің мәліметтер, яғни өзіміз көрсеткен мәліметтер, ең соңында рахмет деген сөзді байқап отырмыз. Міне жалпы осымен біздің осы шағын курсымыз аяқталды. Сіздердің осындай 5 күнде құрған сайттарыңыз керемет шықты деген ойдамын. Осындай бір шағын курста осындай бір керемет біз сайт құрдық, бір емес 2 сайт құрдық сіздермен бірге. Сіздерге көп рахмет. Осы курсқа қатысқандарыңыз үшін сіздерге алғысымды білдіремін. Ал енді келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.